Сәлем достар, каналыма қош келдіңдер. Бүгінгі тақырып бауырды тиімді және үй жағдайында тазалау. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп алуыңызды өтінемін. Бауыр ағзадағы фильтр. Ол барлық ағзаны қанды, зиянды қоспалардан тазалайды. Тазалаушы құралдың өзіне де тазалық керек екенін ұмытпайық. Егер де бауыр шлакқа толса, онда өз жұмысын тыңғылықты дәрежеде атқара алмай, әрі жұмысы баяулайды. Сондықтан да бауырды кезең-кезеңмен тазалап тұруды ұмытпаңыз. Бауыр шлакқа толса, бойыңызды әлсіздік билейді, көңіл-күйіңіз нашарлайды, ашуланшақ боласыз, ұйқысыздыққа тап боласыз, жұмыс істеуге құлшынысыңыз болмай, тәбетіңіз төмендейді. Кекіру, лоқсу, іш қату, іш кебу секілді жайсыздықтар мазалайды. Ал енді қолжетімді бағада шлакты тазалауды айтатын боламын. Термосқа жарты литр қайнаған су құясыз. Оған 3 ас қасық итмұрынды араластырып, қақпағын мықтап жауып қоясыз. Таңертең 1 стаканға дәміне қарай бал қосып, үстіне жартылай итмұрын тұнбасын құйып, жақсылап араластырыңыз. Жылы тұнбаны тауысып ішу керек. 20 минуттан соң тағы да жарты стакан қантсыз тұнба ішесіз. Шамамен 45 минуттан соң таңғы ас ішіп жеуге болады. Мейлінше таңғы асқа көкөністен дайындалған салат, жеміс түрлерімен жаңғақ жеңіз. Ал сусынға итмұрын, қарақат немесе таңқурайдан дайындалған шай ішуге болады. Екінші рецепт сұлы тұнбасы. 3 литр ыстық суды түбі қалың шойын немесе керамикалық ыдысқа құясыз. Оған 1 стакан сұлы жармасын салып, 150 градуста қызып тұрған пешке қоясыз. Шамамен 2 сағаттан соң ыдысты алып, 12 сағатқа жылы жерге қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 4-1 стакан ішесіз. Емді тамақтанудан 20 минут алдын жүргізу керек. Емделу мерзімі бірнеше айға созылады. Үшінші рецепт қарапайым қызылша шырыны. 1 дана қызылшаны тазалап жуып, ыдысқа саласыз. Үстіне 1 литр су құйып, өлшеп алыңыз. Сосын тағы да 2 литр су құйып, ыдысты отқа қойыңыз. Бір қайнап шыққан соң отын бәсеңдетіп, алғашқы мөлшерге келгенше баяу отта қайнатасыз. Сонан соң отты өшіріп, ыдыстағы қызылшаны сүзіп аласыз. Піскен қызылшаны күштен өткізіп, жаңағы қайнаған суға салыңыз. Ыдысты тағы да баяу отқа қойып, 20 минут қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 4-ке бөлесіз. Әр 4 сағат сайын бір бөлектен ішіп тұруы керек. Тұнбаны ішкен соң бауырға ыстық жылытқыш қойып жатуы керек. Ем жүргізген күні тек алма, бұқтырылған немесе қайнатылған көкөніс, өсімдік майы қосылған жеңіл салат жеуге рұқсат етіледі. Ақпарат ұнаған болса, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.